Мысырдан шығу 33-ші тарау. Жаратқан ие Мұсаға тағы да тіл қатып былай деп бұйырды. Өзің және Мысырдан бастап алып шыққан халқың бұл жерде тастап әрі қарай жүріңдер. Мен өз ұрпақтарыңа табыстаймын деп Ыбырайым, Ысқақ, Жақыпқа уәде еткен елге көшіп барыңдар. Сенің алдыңда жүріп отыратын періштені жіберемін. Әрі қанахандықтар, аморлықтар, хеттіктер, перезіктер, хефтіктер және ебістіктерді сол елден қуып шығамын. Періштем сендерді ағымен балы ағыл тегілі сол жерге бастап алып барады. Бірақ өзім араларыңда жүріп бірге бармаймын. Сендер тоң мойын қыңыр халықсыңдар. Сондықтан сендерді жолшыбай қырып тастауым қажет болар еді. Мұндай қатты сөздерді естіген халық зар еңіреп, ешқайсысы да әшекейлерін тақпады. Себебі жаратқан ие Мұсаға бұлай деп бұйырған болатын. Израильдіктерге мынаны айт. Сендер тоң мойын қыңыр халықсыңдар. Мен араларыңда бір-ақ сәт бірге жүретін болсам, сендерді жоқ қылуым қажет болар еді. Қазір әшекейлеріңді шешіп тастаңдар. Ал мен сендермен не істеуді ұйғарамын. Сондықтан израильдіктер Хойып тауында әшекейлерін шешіп тастап, енді қайтып тақпайтын болды. Ал Мұса бұдан былай ел қонысынан тыс, одан алысырақ жерде шатыр тігіп, оны кездесу шатыры деп атады. Жаратқан иенің еркін сұрап білгісі келген әркім қоныстан шығып, осы шатырға баратын. Мұса кездесу шатырына беттеген сайын, бүкіл халық үйлерінің есіктерінің алдынан ол шатырға кіріп кеткенге дейін артынан қарап тұратын. Мұса шатырға кіргенде, бұлт бағанасы төмен түсіп, шатыр алдына орналасатын. Сол кезде жаратқан ие Мұсамен тілдесетін. Бұлт бағанасын шатыр есігінің алдынан көрісімен-ақ, күллі халық орындарынан көтеріліп, әркім өз шатырының кіре берісінен Құдайға еліп ғибадат ететін. Жаратқан ие Мұсамен адамның жақын досымен бетпе-бет сөйлескеніндей сөйлесетін. Мұса кейінірек ел қонысына қайтып оралатын. Ал оның жас көмекшісі Нун ұлы Иешуа кездесу шатырының қасынан кетпейтін. Бірде Мұса жаратқан иеге жалбарына тіл қатып, «Я, ем, сен маған халықты сол елге өрлетіп бастап алып жүр» деп келесің. Бірақ менімен бірге кімді жіберетініңді білдірген жоқсың. Алайда маған есіміңді жадымда сақтап, сені жақыннан танимын және саған ризамын деген едің ғой. Егер де маған риза болсаң, бізді жүргізетін өз жолдарыңды білдіре көр. Сонда мен өзіңмен тығыз байланыста тұрамын. Келешекте де сенің рақымың маған түсетін болады. Мына ұлттың өзіңнің таңдап алған халқың екенін есіңнен шығара көрме, деді. Жаратқан ие, өзім бірге барып, жар болып, жаныңа тыныштық сыйлаймын, деп жауап қайырды. Сонда Мұса бұлай деп өтінді. Егер өзің бірге барып, жар болмасаң, бізді бұл жерден уәделі елге апара көрме. Маған және өз халқыңа сенің рақымыңның түсіп тұрғанын қайдан біле аламыз? Өзіңнің бізбен бірге жүргеніңнен емес пе? Мені және халқыңды жер бетіндегі басқа күллі халықтардан ерекше қылып ажырататын соның өзі ғой. Жаратқан ие оған, жарайды, сенің сұрағаныңды орындаймын. Өйткені мен саған ризамын, сені жақыннан танимын да, деп уәде берді. Сонда Мұса, ендеше маған сенің нұрлы салтанатыңды көрсете көр деп өтінді. Жаратқан ие оған бұлай деп жауап қайтарды. Мен сенің алдыңнан бүкіл игілігімді өте шығатын етіп, қасыңда жаратқан ие деген есімімді атап шақырамын. Мен қалаған адамыма рақымды боламын. Таңдап алғаныма мейірімімді шашамын. Бірақ бет жүзімді көруіңе болмайды, өйткені оны көрген пенде тірі қалмайды. Бұдан кейін жаратқан ие сөзін жалғастырып былай деді. Алайда, міне, қасымда бір орын бар. Мына жартаста тұр. Менің нұрлы салтанатым жаныңнан өтіп бара жатқан кезде, сені жартастың жарығына тұрғызып, өзім қасыңнан өтіп кеткенше, алақаныммен көлегейлеймін. Содан кейін қолымды аламын. Сонда мені ту сыртымнан
көре аласың. Ал бет жүзімді ешкімнің көруіне болмайды. Мысырдан шығу 34-ші тарау. Жаратқан ие Мұсаға тағы бұйрық беріп, өзің сындырып тастаған бұрынғы тас тақташалар сияқты 2 тақташа қашап жасап ал. Олардың беттеріне алғашқы тақташаларда жазылған сөздерді жазып қоймақпын. Ертеңгісін дайын бол. Синай тауына көтеріліп, таудың басында менің алдымда тұр. Ал ешбір адам саған еріп көтерілмесін. Таудың барлық беткейінен ешкімде көрінбесін. Таудың маңында ірілі-ұсақты малда жайылмасын деді. Осылай Мұса бұрынғы тас тақташалар сияқты басқа екеуін қашап жасап алды. Ертеңгісін ертемен соларды қолына ұстап, жаратқан ие өзіне бұйырғандай Синай тауының басына көтерілді. Сонда жаратқан ие бұлтқа оранып төмен түсті де, Мұсаның қасында тұрып, жаратқан ие деген өз есімін атап шақырды. Бұдан кейін ол Мұсаның алдынан өтіп бара жатып, былай деп дауыстады: жаратқан ие, Құдай мейірімді де қайырымды, тез қаһарланбайтын да өте рақымды. Құдай әрдайым сөзінде тұрады. Ол берік мейірімін мыңдағандарға танытады. Өзіне қарсы шығып, теріс қылықтарды жасаған күнәкарды да кешіруге дайын тұрады. Ал қасарысқанды жазасыз қалдырмайды. Аталарының теріс қылықтары үшін жазалайды балалары мен немерелерін, тіпті шөберелері мен шөпшектерін. Мұса дереу жерге дейін иеліп тағзым етіп: уа ием, егер сен маған риза болсаң, онда өзің арамызда жүріп жар бола көр. Бұл тоңмойын қыңыр халық. Әйтсе де жасаған әділетсіз істерімізбен күллі күнәларымызды кешіріп, бізді өзіңнің меншікті халқың ретінде қабылдай көр деп өтінді. Бұған жаратқан ие былай деді: міне, мен сендермен келісім жасамақпын. Халқыңның көз алдында бұған дейін жер бетінде ешбір ұлттың арасында болып көрмеген кереметтерді жүзеге асырмақпын. Өзің бірге тұрып жатқан бүкіл халқың мен жаратқан ие сендер үшін жасайтын, үрей туғызатын ғажап істерді көретін боласыңдар. Ал сендер менің өздеріңе бүгін беріп тұрған бұйрықтарымды орындайтын болыңдар. Біліп алыңдар, мен алдарыңнан жүріп отырып, аморлықтар, қанахандықтар, хеттіктер, перездіктер, хевтіктер және ебустіктерді елден қуып шығамын. Сол елге кіргенде, оның тұрғындарымен қандай да бір келісім жасаудан сақтаныңдар. Олай етпесеңдер, олар сендерді күнәға батыратын тұзақ болады. Қайта, солардың құрбандық ұсынатын орындарын бұзып, қиратып, табынатын тас мүсіндерін талқандап, әйел тәңірлері Ашираға бағышталған ағаш бағаналарын шауып тастаңдар. Менен жаратқан иеден басқа ешбір тәңірге құлшылық етпеңдер. Себебі бір атағым қызғаныш. Өзімді шын көңілмен сүйіп, түгелдей бағышталуларыңды талап еткен Құдаймын. Сонымен сендер сол елде тұратындармен келісім жасаудан сақтаныңдар. Әйтпесе олар маған сенімсіздік танытып, өз тәңірсымақтарына арнап құрбандық шалып, құлшылық еткенде сендерді де шақырады. Осылай сендер сол құрбандықтарынан жеп, өздерің де жалған тәңірлерге табынатын боласыңдар. Ұлдарыңа олардың қыздарын алып бермеңдер. Әйтпесе сол келіндерің шынайы Құдайға опасыздық жасап, өздерінің жалған тәңірлеріне құлшылық еткенде, сендердің ұлдарыңа да солай істетпек. Тәңір мүсіндерін жасамаңдар. Жыл сайын ашымаған нан мейрамын тойлаңдар. Өзім бұйырғандай, 7 күн бойы аштықсыз пісірілген нан жеңдер. Мұны көктемнің Абиб айының белгіленген мезгілінде өткізіңдер. Себебі Мысырдан сол айда көшіп шыққан едіңдер. Құрсақ атаулыдан шыққан әрбір тұңғыш менікі. Ірі қара мен ұсақ малдардың тұңғыш еркек жыныстыларының бәрі де маған бағышталсын. Есектің алғаш туған қодығының орнына бір тоқты құрбандыққа шалынсын. Егер олай етпесең,
қодықтың желкесін үз. Ал әрбір тұңғыш ұлдарыңның төлемі ретінде арнайы құрбандық шалыңдар. Ешкім менің алдыма құрғыл келмесін. 6 күн жұмыс істеп, 7-ші күні дем алыңдар. Жер жыртып, егін салып, оны орған кезде де сол күні демалуға тиіссіңдер. Бидайдың алғашқы өнімін жинарда 7 апта мейрамын, ал жылдың аяғында сабантой мейрамын мерекелеңдер. Күллі ер адамдарың жылына 3 рет Исраилдің сыйынған Құдайы, жаратушы Тәңір иенің алдына келуге тиіс. Мен сендердің көз алдарыңнан басқа халықтарды қуып шығарып, шекараларыңды кеңейтемін. Сондықтан сендер жылына 3 рет Құдайларың жаратқан иенің алдына келген кездеріңде ешкімде елдеріңе қызғанышпен шабуыл жасамайтын болады. Маған арналған құрбандықтың қанын аштықымен дайындалған тамаққа құйып ұсынбаңдар. Құтқарылу мейрамына шалынған малдың еті таң атқанша қалып қоймасын. Егістік жерлеріңнен алғаш шыққан өнімдердің ең жақсысын Құдайларың жаратқан иенің киелі үйіне алып келіңдер. Лақтың етін енесінің сүтіне пісірмеңдер. Содан кейін жаратқан ие Мұсаға: осы сөздерді жазып қой. Мен сенімен және бүкіл Исраил халқымен келісімімді солардың негізінде жасаймын деп бұйырды. 40 күн, 40 түн бойы Мұса сол жерде жаратқан иенің қасында болып, нан да жемеді, су да ішпеді. Ол тас тақташаларға келісімнің сөздерін, 10 өсиетті жазды. Бұдан кейін Мұса келісімнің ережелері жазылған 2 тас тақташаны қолына ұстап, Синай тауынан төмен түсті. Ол жаратқан иемен тілдескендіктен, бет жүзі нұр шашып жарқырап тұрды. Ал өзі мұны білген де жоқ. Харон және күллі Исраилдіктер Мұсаны көргенде, міне ғажап, оның беті нұрланып, жарқырап тұрды. Сондықтан оның қасына жақындаудан қорықты. Бірақ Мұса шақырған соң, Харон мен халықтың барша рубасылары қайтадан қасына жиналып, Мұса оларға сөзін арнады. Бұдан кейін Исраилдіктердің бәрі де оның қасына келіп, Мұса оларға жаратқан иенің Синай тауының басында өзімен тілдескенде тапсырған бүкіл өсиеттерін айтып берді. Олармен сөйлесіп болғаннан кейін Мұса бетін пердемен жауып алды. Ал жаратқан иенің алдына барып, онымен тілдесу үшін арнайы шатырға кірген сайын, қайтадан сыртқа шыққанша Мұса бетіндегі пердені алып тастайтын. Шатырдан шыққаннан кейін ол Исраил халқына жаратқан иенің тапсырған өсиеттерін жеткізетін. Сол кезде Исраилдіктер Мұсаның бет жүзінің нұр шашып, жарқырап тұрғанын көретін. Мұса қайтадан жаратқан иенің алдына барып, онымен тілдескенше бетін пердемен жауып алатын. Мысырдан шығу 35-ші тарау. Мұса Исраилдің үрім бұтағының бүкіл қауымын жинап алып, оларға былай деді: жаратқан ие орындауға мынаны бұйырған: 6 күн жұмыс істеуге арналған, ал 7-ші күн сендер тынығып демалатын, жаратқан иеге бағышталған киелі күн болсын. Сол күні жұмыс істеген әркім өлтірілуге тиіс. Барлық тұрған жерлеріңде демалыс күні тіпті от та жақпаңдар. Мұса жиналған бүкіл Исраил қауымына сөзін жалғап былай деді: жаратқан ие сендерге мынаны тапсырды: қолдарыңда барларыңнан жаратқан иеге арнап тарту беріңдер. Оған шын жүректен сый тарту ұсынғысы келетіндер мыналарды алып келсін: алтын, күміс және қола, қой үгілгін, күрең қызыл, алқызыл жүн, әрі жіңішке иірілген зығыр жіптер, ешкінің түбітін, қызыл түске боялған қошқар терілерін, борсық терілерін, аққараған ағашын, майшамға арналған зәйтүн майын, жағу рәсіміне арналған майға қосылатын немесе түтетілетін хош иісті заттар. Сондай-ақ бас діни қызметкердің арнайы киіміне және кеуде қалтасына тағылатын оникс пен басқа да асыл тастар. Араларыңдағы шебер атаулының барлығы келіп,
жаратқан иенің тапсырғандарының бәрінде жасап дайындасын. Оның жер бетіндегі тұрағы, келі шатырды, соның төбесіндегі жапқышын, ілгектері мен ілмек шығыршықтарын, бөренелерін, сырықтарын, бағаналары мен тағандарын, сондай-ақ келісім сандығы мен екі жағындағы сырықтарын, бетіндегі қақпағын және оны көзден тасалап тұрған шымылдықты, нан тартулары қойылатын үстел мен сырықтарын, соған қажетті ыдыстарын және ұсынылатын нан тартуларын, жарық түсіретін 7 шырақты шам қойғышты, қосымша құрал саймандарын, шамдарын және жағуға қажетті майды, түтету үстелі мен сырықтарын, жағу рәсіміне арналған майды, түтетілетін хош иісті заттарды, келі шатырдың кіреберісіндегі шымылдықты, шалынған құрбандықтар өртеліп ұсынылатын үстелді, оның қола торын, сырықтары мен қажетті құрал саймандарын, тазарау рәсіміне арналған қола қазан мен тұғырын, ауланы қоршайтын бағаналарды тағандары, перделерімен қоса, сондай-ақ ауланың кіреберісінің перделерін, шатырдың және ауланың қазықтары мен арқандарын, қасиетті орында қызмет атқарғандардың әдемі тоқылған киімдерін, және діни қызметкер Харон мен оның ұлдарының арнайы киімдерін дайындасын. Мұса осыларды айтып болған соң, Исраил үрім-бұтағының жиналған бүкіл жамағаты оның қасынан тарап кетті. Мұнан кейін шын жүректен, өз еркімен жаратқан иеге арнап сый тартулар берілгері келген барлығы да соларын алып келді. Осылай олар жаратқан иемен кездесетін келі шатырды тұрғызып, ондағы қызметтерге қажетті бұйымдар мен арнайы киімдерді жасауға керекті заттарды әкелді. Осыған ерік білдіргендердің бәрі де, еркек болсын, әйел болсын, келді. Олар түрлі-түрлі алтын әшекейлерін, білезік, сырға жүзік, алқаларын әкеліп, жаратқан иеге бағыштап ұсынды. Қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптері мен ешкінің түбіті, қызыл түске боялған қошқар терісі, әрі борсықтың терісі барлары да соларын әкеліп берді. Күміс пен қоладан тарту әкелгендер де оларын жаратқан иеге арнады. Кімде аққараған ағашы бар болса, сол да ағашын келі шатыр үшін қолдануға ұсынды. Жіп ере алатын шебер әйелдер қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн, не жіңішке зығыр жіптерді өз қолдарымен еріп әкелді. Түбіт ере алатын барлық қабілетті әйелдер түбіт ерді. Рубасылары оникс және басқа да асыл тастарды Харонның арнайы сырт киімі мен кеуде қалтасы үшін алып келді. Олар сондай-ақ майшамдарға, жағу рәсіміне және түтетілуге арнап зәйтін майы мен хош иісті заттарды да ұсынды. Исраилдің барлық әйелдері мен ер адамдары жаратқан иенің Мұса арқылы істеуге тапсырған күллі жұмыстары үшін өз жүрек қалауларымен жаратқан иеге арнап ерікті сый тартуларын алып келді. Содан Мұса Исраилдің үрім-бұтағына былай деді: Біліп алыңдар, жаратқан ие Яхуда руынан шыққан Ури ұлы Хур немересі Беселиелді арнайы таңдап алды. Оны Құдайдың рухынан кенелтіп, оған ақыл парасат пен қабілет дарытып, барлық өнерден хабардар етіп қойды. Ол Беселелге алтын, күміс, қола бұйымдарға керемет көркем өрнектер жасауға, асыл тастарды қашап өңдеп, жиектемеге қондыруға, ағаш кесіп, ойылап әшекелеуге және кез келген көркем өнер жұмыстарын істеуге қабілет берді. Мұның үстіне жаратқан ие Беселелге және Дан руынан шыққан Ахисамах ұлы Ахолиапқа басқаларға тәлім беру дарынын да сыйлады. Тәңір ие сол екеуін қандай да болсын жұмысты істей алатын қабілетке кенелтті. Сондықтан олар зергерлер, жобалар ойлап шығаратын көркемдеушілер, шебер тоқымашылар ретінде, не болмаса қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптермен кеселеп тоқушылар ретінде әрқилы бұйымдарды әсем тоқып,
күрделі жобаларды ойлап шығарып, жүзеге асыра алады. Мысырдан шығу. 36 тарау. Ендеше Бесилиел мен Ахолияпта жаратқан ие киелі шатырды дайындап, тұрғызып, жабдықтаудың бүкіл жұмысын іске асыруға ақыл-парасат пен қабілет тартқан барлық басқа шеберлер де оның тапсырғандарын түгелдей жасап шығарсын. Осылайша Мұса Бесилиел мен Ахолияпты да жаратқан ие ақыл-парасат пен шеберлік тартқан, шын жүректен келіп, жұмыс істеуге тілек білдірген тағы басқалардың барлығында жұмыстарына кірісуге шақырды. Олар Израиль халқы киелі шатырды тұрғызуға арнап әкелген сый тартуларының барлығын Мұсадан қабылдап алды. Бұдан кейінде халық күн сайын ертеңмен Мұсаға өз еріктерімен сый тартулар әкеліп жатты. Сонда киелі шатырды дайындап жатқан шеберлер жұмыстарын тастап, Мұсаның алдына барып, халық жаратқан ие тапсырған іске қажетті заттарды мөлшерден тыс әкеліп жатыр деп баяндады. Содан Мұса жарлық шығарып, оны ел қонысына таратқызды. Бұдан былай бірде-бір еркек не әйел киелі шатырға арнап заттар дайындап жасамасын. Сонда израильдіктер сый тарту әкелулерін тоқтатты. Өйткені олардың осыған дейін әкелгендері барлық жұмыстарды атқаруға жетіп, тіпті қажетті мөлшерден артылып жатты. Сонымен күллі дарынды шеберлер бірігіп, жұмыс істеп, киелі шатырды құруға қажетті заттарды жасап дайындады. Олар жіңішке зығыр және қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл түсті жүн жіптерден шатырдың 10 жабынын тоқыды. Солардың бетіне керубтердің бейнелері шеберлікпен кестеленді. Барлық жабындардың көлемі бірдей еді. Ұзындығы 28, ені 4 шынтақ. Шеберлер Бесилиелдің басшылығымен жабындарды 5-5-тен қатарластыра біріктіріп, тігіп шықты. Осылай біріктірілген екі жапқышты бір-біріне қосу үшін олар әрқайсысының бір жақ шетіне қою күлгін жіптен баулық сияқты 50 ілгектен дайындап бекітті. Мұнан кейін шеберлер екі жапқыштың жиегіндегі 50-50-ден жасалған ілгектерді бірдей қашықтықта бір-біріне тұспа-тұс келтірді. Алтыннан 50 ілмек шығыршық жасалып, солармен жапқыштың екі жартысы біріктірілді. Осылайша киелі шатыр бір тұтас жапқышпен жабылатын болды. Шатыр төбесін жабу үшін түбіттен тағы 11 жабын тоқылды. Барлық 11 жабынның көлемі бірдей еді. Ұзындығы 30, ені 4 шынтақ. Шеберлер 5 жабынды бір бөлек, келесі 6 жабынды бір бөлек қатарластыра біріктіріп тікті. Осылай біріктірілген екі жапқышты бір-біріне қосу үшін әрқайсысының бір жақ шетіне баулық сияқты 50 ілгектен дайындалып бекітілді. Қоладан 50 ілмек шығыршық жасалды. Ілгектер солармен бекітіліп, шатырдың төбесі осы бір тұтас жапқышпен жабылатын болды. Содан кейін шеберлер киелі шатырды жабу үшін қызыл түске боялған қошқар терілерінен де бір жапқыш қапты және оның үстінен жабуға борсық терілерінен тағы бір жабынды біріктіріп тікті. Шатырдың қабырғалары үшін ақ қараған ағашынан тік тұрғызылатын қырлы бөренелер дайындалды. Әр бөрененің ұзындығы 10, ені 1,5 шынтақ болды. Әрқайсысының табанында қатар тұрған екі шошақ тығыннан бар еді. Бесилиел күллі бөренелерді осылай жасатты. Шатырдың оңтүстік пен солтүстік бүйір қабырғалары үшін 20 бөренеден және олардың табандары болатын 40 күміс тағаннан жасалды. Әр бөрененің екі шошақ тығыны үшін қос тағаннан дайындалды. Ал шатырдың батысқа қараған артқы қабырғасы үшін 6 бөрене және оның бұрыштары үшін тағы 2 бөренеден жасалды. Сол бұрыштардағы бөренелер төменнен жоғарыға дейін
жұпталып, бір шығыршығы бар жоғарғы жақта біріктірілді. Бесельел екі бұрыш үшінде осылай істетті. Сонымен барлығы 8 бөрене болды. Оларға арнап, әрбіреуіне екі-екіден 16 күміс таған дайындалды. Бесельел аққараған ағашынан киелі шатырдың оңтүстік, солтүстік және батыс қабырғалары үшін көлденең 5 сырықтан жасатты. Ал ортаңғы сырықтар бөренелердің ортасынан өтіп, қабырғаның бір басынан келесі басына дейін жететін болды. Бөренелер, сырықтар және бұларды өткізетін шығыршықтар алтынмен қапталды. Қою күлгін, күрең қызыл, ал қызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден шымылдық тоқылып, бетіне керуб деген күзетші періштелердің бейнелері кестеленді. Шеберлер ақ қарағаннан 4 бағана дайындап, алтынмен қаптап, оларға алтын ілгіштер орнатты. Бағаналар үшін 4 күміс таған құйып жасады. Киелі шатырдың кіреберісіне де арнап, қою күлгін, күрең қызыл, ал қызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден шымылдық тоқылды. Оны іліп қою үшін ілгіштері бар 5 бағана жасалды. Бағаналардың үстіңгі ұйықтарын және шымылдық ілінетін сырықтар алтынмен қапталды. Бағаналарға арнап, қоладан 5 таған құйылып дайындалды.